Бұл адамдардың адамға жасаған сиқырлары. Сиқырланған, дуаланған отбасының белгілері, ер мен әйелді ажырату үшін жасалған сиқыр, кішкентай бейкүнә балаларға жасалған сиқырлар және ең қауіптісі жыланның аузын тігіп тастайтын сиқырлар туралы бүгінгі видеода айтып беретін боламын. Баршаңызға ассаламу алейкум. Бүгінгі тақырып өзекті тақырып болғандықтан баршаңызға көруге кеңес беремін. Және бұл сиқырдан қорғану жолы мен емделу жолын да айтып кететін боламын. Ең алдымен сиқыр неден пайда болады? Айта кетейін. Алла тағала бізге көптеген нығметтер береді. Біреуде байлық болса, біреуде ол байлық жоқ. Ал біреудің перзенті болса, қарсы тарапта ол нығмет, қуаныш берілмеген. Яғни Алланың қалауы, сынағы болуы мүмкін. Ал біреуге мансап, абыройлы кәсіп, бақытты, баянды өмір берілсе, біреуге ондай ризық несібе емес, мықты денсаулық берілуі мүмкін. Адамдар бір-біріне қызығады. Менде де сондай несібе болса екен, немесе мені де бір адам солай жақсы көрсе екен деген сияқты өз өмірін құнсыздандырып, жақындары немесе туысқандары, достарының өміріне қызығады. Және шайтанның арбауы мен беріліп жатқан нығметті көре алмай, қызғанып, сиқыр жасауы мүмкін. Немесе жасатуы мүмкін. Бұған таңғалудың қажеті жоқ, қазір ондайлар көбейіп кеткен. Тіпті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның заманында да сиқыршылар өте көп болған. Бұл Аллаға қарсы келу, шүкірсіздік, тіпті ширк, яғни діннен шығу. Неліктен үлкен отбасы ерлі-зайыптыларды дуалайды? Біріншіден, жаңа айтып кеткенімдей, көре алмаушылық, қызғаныш. Ал екіншіден, ер немесе әйел кісіден болуы мүмкін. Яғни мысалға алар болсақ, ер адам әйеліне сатқындық жасап, бөтен әйелге барып жүрсе, сол бөтен әйел сол отбасыға ерлі-зайыптыларға сиқыр жасатуы мүмкін. Мысалы, мына қағазға қарап, қандай сиқыр жасалынғаны көрініп тұр. Суреттегі сиқырда байқасаңыздар, жена уйдет, я приду. Без меня не сможешь жену возненавидеть, детей не люби. Бұның қазақшасы, әйелің кетеді, мен келемін. Менсіз өмір сүре алмасын, әйеліңді жек көріп кет, балаларыңды жақсы көрме, деп бір еркектің любовницасы еркекті осылай дуалаған. Бұл қайта бер жағы ғой, бұның кесірі әрине балаларға да тиюі мүмкін. Бұдан бөлек тіпті балаларға да сиқыр жасайтын адамдар бар. Қарапайым балалардың ойыншықтарының ішіне дуа жазылған қағаз тауып алған отбасыларды да көріп жатамыз. Бұл негізі бүтін бір отбасына жасалған сиқыр. Ал белгілеріне келер болсақ, бала бір ойыншыққа жабысып қалады, сол ойыншықпен сөйлеседі. Қайда барса да сол ойыншықты тастамайды. Бірақ сиқырланған ойыншық болса, ол міндетті түрде сезілетін болады. Мысалы, балаға жаңа ойыншық алып беріп, ана ойыншығын тастамайым десе, және түнде көп шошып оянады деген белгілер болса, онда ойыншықтың ішін ашып бір тексеріп алған жөн. Мына видеоны көріп, мүлде жүрегің ауырады. Кішкентай сәбилердің не кінәсі бар десеңізші, қандай залым бұны жасайтын. Не болса да көре алмаушылық салдарынан балаға жасалған сиқыр деп ойлаймын. Ал енді бұдан аулақ болу үшін қоғамдық орындарда өздеріңіздің заттарыңызды беті ашық күйде қалдырудан сақтаныңыздар. Сиқырды жасайтын адам тіпті сізді танымауы мүмкін. Бірақ бір видеолар таралып жатыр. Подъезге кішкентай баланың коляскасын тастап кеткен, соны пайдаланып сиқыр жасаған. Бұндай жағдайларда өте көп кездеседі екен. Жалпы балаларға да жасалатын сиқыр өте көп отбасынан кездесетінін байқадық. Ал енді бала көтере алмау үшін жасалатын сиқыр ше. Әлемнің адамдардың зұлымдығын айтып өзім де таңғалам. Бірақ таңғалатын ештеңесі жоқ, себебі бұл факт. Әйел адам бала көтере алмау үшін жасалатын сиқырды қандай адам қандай мақсатта жасайтыны Аллаға мәлім. Бірақ рұқия ғалымдары байқайтыны, әйел адамның жатырына жынды байлайды, сол жын түсетін әрбір ұрықты кері қайтарып отырады. Әйелде де, еркекте де ешқандай мәселе жоқ, медицина жағынан да, психология жағынан да екеуі сап-сау. Бірақ бойына бала бітпейді. Немесе бала көтерсе түсік болады. Тіпті экомен қойған отбасылардың да өзі замершімен аяқталады. Бұл сиқырдың белгілері бала көтере алмау, түсік
үсіктің белгілі бір мерзімде қайталанып отыруы, жатырда түсініксіз ауру мен қысымның болуы және әйелдің Алла тағала дәрежесін көтеретін күндердегі ауытқулардың циклдардың бұзылуы және әйел адамға Алла тағала түс арқылы белгі беруі мүмкін. Ал енді медицина жағынан айырмашылығы, ешқандай диагноз жоқ, анализ бәрі таза, өзінен де күйеуінен де ақау жоқ, бірақ бала болмайды. Сол кезде руқия ғалымдарына бір барып емделіп алғанда жөн. Адам аштықтан өлуі үшін жасалған сиқыр. Ең қауіпті және ең қатыгез сиқырлардың бірі жануардың аузын тігіп тастау. Бұл жауыздықты көріп менің де жүйкем шыдамады, бірақ бұл бар. Сиқыршы зардап шегушінің шашын, қанын деген сияқты нәрселеріне сиқыр жасап, сол сиқырды жануарлардың аузына салып, мысалы мына видеода көріп тұрғандарыңыздай жыланның аузына салып, аузын қатыгездікпен, жауыздықпен тігіп тастаған. Жасалу мақсаты жасалып жатқан адамды сондай бір азаппен, қиыншылықпен, өлім немесе үлкен бір ауру алып келу мақсатында жасалынады. Өте жан түршігерлік сиқыр, дуаларды айтып өттім, ал айтпаған, көрсетпеген қаншама сиқырлар бар. Менің мақсатым адамдарды қорқыту емес, сақтану үшін осы видеороликті шығарып отырмын. Ал сиқырдан қалай сақтанамыз деген сұраққа келер болсақ, Расулаллах саллаллаху алейхи салям сүннетінде келген, рақи ұстаздардың тәжірибесінде келген методтар бар. Бірінші, пайғамбарымыздың сүннетінде келген методтарға тоқталайық. Мұхаммад саллаллаху алейхи салямға яһудилерден сиқыр жасағаны туралы сахих хадисте келеді. Расулаллах саллаллаху алейхи салям өзіне сиқыр жасағанын білгенде 6 ай бойы дұға жасайды. Соңында Алла тағала дұғасына жауап беріп, шипа нәсіп етеді. Айша анамыздан келген, сахих Бухари, сахих Муслим риуаят еткен хадисінен келген. Сиқырға душар болған адамның ең бірінші жасау керек нәрсесі Аллахқа жалбарынып дұға жасау екен. Әсіресе дұға ең көп қабыл болатын уақыттарда көбірек сұрау керек. Түннің соңғы 1/3 бөлігінде тахаджудке тұрып дұға жасау. Білесіздер, түнгі намаздың дұғасы бірден қабыл болады. Келесі азан мен қаматтың арасында. Үшіншісі жұма күні аср мен шамның арасы. Осы сияқты уақыттарда Аллахқа дұға жасап, жалбарынуда көбірек табандылық танытуымыз керек. Аллах Құранда менен сұраңдар, мен сендерге жауап беремін дейді. Біз өз-өзімізді дұға, Құран аяттары арқылы қорғай аламыз ғой. Мысалы, Фатиха, Аятул Курси, Иқлас, Фәлақ, Нас сүрелерін әр мұсылман білуі керек. Ал балалар ше, кішкентай ғана тілі шықпаған сәбилерді қалай қорғайтынымызды айта кетейін. Балалар қорғансыз, әлсіз және жағымсыз әсерлерге өте сезімтал. Сондықтан көз тию, сиқыр тез әсер етеді. Балаларға көз тигенін немесе сиқырланғанын қалай білуге болады? Бала мінезінің әдеттегі қалпынан өзгеруі алғашқы белгісі. Мысалы, бұрын тыныш болған бала аяқ асты мазасыз, жылауық, ашуланшақ болып кетсе, анасынан айырылғысы келмей үнемі жанында болғысы келсе, бұл көз тиюі мүмкін. Ал сиқырдың белгілері эмоционалдық күйінің бұзылуы, себепсіз қызуы көтерілуі, үздіксіз жылау, тәбеттің жоғалуы, тамақтан немесе емшектен бас тарту, ұйқының бұзылуы, түсінде қорқынышты көру, түн ішінде ояну. Ал үлкен балаларда ата-ананы тыңдамау, қырсығу сияқты белгілер болады. Өз басым балаларымды тіл көзден, сиқыр сияқты қауіптен қорғау үшін үнемі дем салып, Құран аяттары арқылы оларды қорғауға тырысамын. Әрине бір қорғаушымыз тек Алла, бірақ сиқырдан қорғану үшін Алланың кәламы арқылы өзіміз әрекетін жасап сақтануымыз керек. Балаларыма көбінесе Құран аяттарын немесе Фатиха, Аятул Курси, Иқлас, Фәлақ, Нас сүрелерін дауыстап оқып, балаларымның үстінен оқып үрлеймін. Егер бір жері ауырса, қолмен басып тұрып дұға оқу да Алладан келген шипаға себеп. Үшінші берер кеңесім, егер шынымен де үйіңізден осындай дуаланған зат тауып алған болсаңыз, немесе күмән болса, онда руқия мамандарына барып
Құран арқылы бір тазарып алсаңыз болады. Жалпы руқия дегеніміз Құран аяттары мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүннетінде келген дұғаларды пайдалана отырып, адамды жын шайтаннан, көз тию, сиқыр, аурудың зиянынан Алланың қалауымен емдеу әдісі. Руқия жасайтын адам дінді терең білетін, сүннетке амал ететін, шариғат талаптарын бұзбайтын болуы керек. Сиқырдан қорғану үшін бірнеше әдіс бар, ал мен ең маңызды білетін әдістерді айттым. Барлығы Алланың қалауымен болады, тек үздіксіз дұға керек. Сіздермен бүгінгі видеода болған мен Кәусар. Келесі видеода кездескенше Алла баршамызды сиқырдан қорғасын.